Саламатсыздарбы әріптестер. Мен Ахмет Байтұрсынұлы атындағы лингвистикалық мектеп гимназиясының физика пәні мұғалімі Ешжанова Айымгүл Базаргалиевна. Бүгінгі сіздерге ұсынғалы отырған қолданбалы авторлық бағдарламаның тақырыбы физикалық сауаттылық теориядан практикаға деп аталады. Бұл бағдарламаның мақсаты оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту арқылы физикалық ұғымдар мен заңдарды күнделікті өмірдегі практикалық жағдайларда қолдану қабілетін қалыптастыру болып табылады. Бағдарламаның міндеттері оқушылардың физика пәнінен алған білімдерін өмірде қолдану дағдыларын жетілдіру, теориялық материалды нақты есептермен және өмірдегі мысалдармен байланыстыру, оқушылардың сыни ойлау қабілетін, талдау және проблемаларды шешу дағдыларын қалыптастыру, тәжірибелік есептер арқылы оқушылардың зерттеу дағдыларын қалыптастыру болып табылады. Бағдарламаның өзектілігі функционалдық сауаттылық оқушының білімін күнделікті өмірде қолдану, қоршаған ортаның құбылыстарын талдап, шынайы мәселелерді шешу қабілеті. Қазақстанның білім беру жүйесінде оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыру басым бағыттардың бірі болып отыр. Себебі бұл қабілет қазіргі заманның талаптарына жауап бере алатын құзыретті тұлғаларды қалыптастыруда маңызды рөл атқарады. Физика пәні функционалдық сауаттылықты дамытуда ерекше орын алады. Себебі физикалық заңдар мен құбылыстар өмірдің барлық салаларында кездеседі. Күтілетін нәтиже бұл бағдарлама бойынша біріншіден функционалдық сауаттылықты арттыру, яғни оқушылар физикалық заңдар мен ұғымдарды өмірде нақты жағдайларда қолдана алады. Тәжірибелік дағдыларды дамыту бағдарлама оқушыларды физика бойынша практикалық есептерді шешуге бағыттайды. Сыни ойлау және талдау қабілеттерін жетілдіру бағдарлама арқылы оқушылар нақты мәселелерді шешуде сыни ойлау дағдылары дамиды. PISA және TIMSS сияқты халықаралық зерттеулерге дайындығын арттыру. Бұл жағдайда халықаралық деңгейлердегі функционалдық сауаттылықты бағалайтын PISA және TIMSS сияқты зерттеулерде қолдануға бағытталған дағдыларды нығайтады. Шынайы өмірлік мәселелерді шешу қабілеті бойынша бағдарлама шеңберінде оқушылар физикалық білімдерін қолданып, шынайы өмірде кездесетін түрлі мәселелерді шешуге машықтанады. Жалпы бағдарлама аптасына 1 сағат 34 сағатты құрайды. Бұл күнтізбелік тақырыптық жоспар бойынша барлығы теорияға және практикаға көңіл бөлінген. Оның ішінде мысалға мынандай тараулар қарастырылатын болса, механика, оның ішінде қозғалыстар мен күштер, энергия және энергияның сақталу заңы, термодинамика және жылу алмасу, электр және магнетизм, оптика және жарық құбылыстары, және толқынды құбылыстар және дыбыс деген тараулар қамтылатын болса, оның 1 сағатты теорияға негізделсе, 3 сағатты практикаға негізделген болып келеді. Және әрбір тараудан кейін 1 сағаты тақырыптық тест тапсырылады. Мысалға, термодинамика және жылу алмасу деген тарауды қарастырсақ, оның ішінде жылу алмасу, ішкі энергия, жылу берудің тәсілдері 1 сағаттық теорияға негізделсе, үйдегі термосты тиімді пайдалану тәсілдерін зерттеу, құрылыс материалдарының жылу өткізгіштік қасиеттерін талдау, сұйықтың қайнау және булану үдерісін тұрмыстық жағдайда түсіндіру деген 3 практикалық жұмысқа негізделіп қарастырылған. Бұл жерде оқушылардың сабақтың барысында, жұмыс барысындағы шығармашылық жұмыстармен айналысуы және құралдармен жұмыс жасауы, практикалық жұмыстар жасау кезіндегі үзінді фотолар. Осы бағдарлама аясында менің оқушыларым әртүрлі шығармашылық конкурстар менен олимпиадаларға қатысып, жүлделі орындарға ие болып жүр. Назар аударғандарыңызға рахмет.